Кореяда менің демалыс күнім қалай өтеді? Азан мен 12-де тұрып, бет күтімін жасап, витаминдерімді қабылдап, таңғы асымды ішіп, үйде уборка жасап, жиналған кірлерімді жуамын. Жуынатын бөлмеде уборка жасамағаныма біраз болыпты. Кореяда жуынатын бөлмеге уборка жасаған прям кайф қой. Қазақстанда жүргенде ваннамды осылай жуып алуды армандайтын едім. Қазақстанға қайтқаннан кейін обязательно үйімде осындай слив жасатып аламын. Үйді жинап болған соң корейский базарға барып қайтайын деп шештім. Кореяға көшіп келгелі бері каблук деген затты мүлде ұмыттым. Зато 1045 кроссовкиім бар. Көп аяқ киімі болса да күнде бір аяқ киімді ғана киіп жүретіндер бар ма мен сияқты? Бүгін мына газелиімді киейін деп шештім. Үйден әдейі боянбай шықтым. Оливьянға кіріп, жаңа кремдердің бәрін жағып көріп, полный боянып алғансың ғой. Базарға барып, керек заттардың барлығын алдым. Мен өзім баяғыдан базар аралағанды жақсы көремін. Магазинге қарағанда продуктылары свежий және арзан болады. Менің ең жақсы көретін 8 аяқтан жасалған салатымды сатып алдым. Өте дәмді, бірақ қымбат. Кішкентай уысы 5000 теңге тұрады. Корейский магазинге кірсем, шоколадтарға акция болып жатыр екен, екеуін алсаң біреуі тегін. Сонымен не алғанымды келесі видеода распаковка жасаймыз.